Қостанай облысындағы Алтынсары ауылында 141 үй су қоршауында қалды. Елді мекеннен 460 адам эвакуация пункттеріне жеткізілді. Ал Мичурин кентінде 34 баспананы су басты. Бүгіннен бастап арнайы комиссия дүние мүлкін шығынын есептеуге кірісті дейді аудан басшылығы. Жөндеуге келмейтін үйдің орнына жаңасы салынады. 4 түлік шығыны өтеледі. Мәжіліс депутаты Екатерина Смешляева су тасқыннан зардап шеккен тұрғындармен кездесіп, түйткілді сұрақтарға жауап берді. Ол ешкім назардан тыс қалмайтынын айтты. Комиссия мүшелерімен де кездестік. Олардың негізгі міндеті әр тұрғынның шығынын әділ бағалап, көпшілік көңілінен шығатын шешім қабылдау. Баспанасынан бар мүлігінен айырылған адамдардың толық өтемақы алуын қамтамасыз ету керек. Ал Шығыс Қазақстандағы стратегиялық нысандар мол суды өткізуге дайын. Мәжіліс депутаты Ұлықбек Тумашинов өңірдегі су электр станцияларының жағдайына баға берді. Бұқтырма су электр станциясы 60%-ке толы. Гидро құрылғы қазір штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Мы проехали, вот мы... 6 аудандар аладық, әр аумақта су көп, бірақ ауылдық округ әкімдері мамандар жақсы жұмыс істеді. Тауда қар көп, оған қоса 2 күннен бері жаңбыр жауып тұр. Менің ойымша біздің су электр станциялар каскады оған қалыпты жағдайда қарсы тұра алады.